Marvel кино әлемінде қаһармандар мен зұлымдардың шекарасы жиі өзгереді. Бірі әлемді құтқару үшін өз эгосын жеңсе, екіншісі кек пен ызаның құлына айналады. Бірақ Локидің жолы бұл екі санатқа да сыймайды. Ол Marvel кино әлемі тарихындағы ең ұзақ, ең ауыр және ең әсерлі психологиялық трансформацияны жүріп өткен кейіпкер. Біз оны алғаш көргенде ол тәж бен таққа таласқан, ағасына қызғаншақтықпен қараған өтірікші құдай еді. Оның аузынан түспейтін жалғыз сөз болды: менің ұлы мақсатым бар. Бірақ ол сол ұлы мақсаттың не екенін өзі де түсінген жоқ. Ол билікті іздеді, бірақ шын мәнінде оған керек болғаны тағы емес, сүйіспеншілік пен мойындау еді. Ол өзгелерді бағындырғысы келді, өйткені өзінің кім екенін қабылдаудан қорықты. Локи қалайша Marvel кино әлемінің ең жек көрінішті жауызынан мультиғаламның ең ұлы қорғаушысына айналғанына үңілу үшін біз ең басына Асгардтың алтын сарайындағы өтірік пен алғашқы опасыздыққа оралуымыз керек. Локидің бүкіл трагедиясы бір ғана сөзден басталды. Ол өтірік. Бірақ бұл Локидің өтірік емес, оған айтылған өтірік еді. Один ғасырлар бойы оны туған ұлындай өсіріп, Асгардтың тағына Тормен тең құқылы мұрагер екеніне сендірді. Бірақ шындық ашылған сәтте Локидің бүкіл әлемі күлт алған болды. Ол Асгард ханзадасы емес, Асгардтың ең бітіспес жауы, Йотунхеймнің мұз алыптарының патшасы Лафейдің тастап кеткен ұлы болып шықты. Один оны сүйіспеншілік үшін емес, болашақта Йотунхейммен бейбітшілік орнату үшін саяси құрал ретінде ғана асырап алғанын түсінді. Бәрін білгендегі Локидің Одинге айтқан сөзі: мен немін өзі? Сенің бейбітшілік үшін сақтап отырған олжамың ба? Менің кім екенімді неге осы күнге дейін айтпай жасырдың? Өйткені мен ата-аналар түнде балаларын қорқытатын сол баяғы құбыжық болғаным үшін бе? Бұл сахна жай ғана жасөспірімнің бүлігі емес, бұл терең ішкі дүниелік дағдарыс. Локи өзін бүкіл өмір бойы Асгардтың стандартына сай болуға тырысқан адам ретінде көрді. Ол Тор сияқты бұлшық етті, тіке мінезді жауынгер емес еді. Ол сиқырға, айлаға және ақылға сүйенді. Бірақ Асгард қоғамы күшті бағалап, айланы әлсіздік деп санады. Осы шындық ашылғанда Локидің эгосы өзін өзі қорғау механизмін іске қосты. Егер мені құбыжық деп санаса, мен оларға ең ұлы құбыжықты көрсетемін. Бірақ мен оны Асгардты сүйетінімді дәлелдеу үшін істеймін. Ол өз туған жері Йотунхеймді толықтай жойып жібермек болды. Неге? Өзінің мұз алып деген қанынан жеркенгендіктен және Одиннің алдында мен Тордан да лайықты ұлмын деп дәлелдеу үшін. Фильмнің соңында Локи тұңғиыққа құлап бара жатып, соңғы рет әкесінің көзіне қарайды. Мен мұны сен үшін істедім, бәріміз үшін. Бірақ Одиннің қараған көздері оның соңғы үмітін үзеді. Локи қолын жіберіп ғарыш тұңғиығына құлайды. Ол сол тұңғиыққа Асгардтың адасқан ханзадасы болып құлап, одан мультиғаламның ең қауіпті құралы болып қайта шығады. Ғарыштың қараңғы түкпірінде Локи Таныспен және оның қызметшісімен келісімге келді. Оған аса таяқ пен Читаури әскері берілді. Бірақ көпшілік көрермен байқай бермейтін бір психологиялық деталь бар. Нью-Йоркке шабуыл жасаған Локи өз-өзін толық басқарып тұрған жоқ еді. Оның көзіндегі сәл бұлдыр көкшіл реңк аса таяқтың ішіндегі ақыл тасының тек Клинтон, Бартон мен Сильвекке ғана емес, Локидің өзіне де әсер еткенін көрсетеді. Таныс Локидің бойындағы ең қараңғы сезімдерді, кек, ыза және мойындалуға деген ашқарақтықты ұлғайтып жіберді. Германиядағы халықтарды тізіп қойып Локи: "Дізерлеңдер, бұл сендердің табиғи күйлерің емес пе? Еркіндік бұл өтірік. Сендер әрқашан біреуге бағынғыларың кеп тұрады." Локидің халыққа айтқан бұл сөздері шын мәнінде оның өзіне айтқан диалогы. Ол өзін Танысқа бағынышты, тағдырға бағынышты құл ретінде сезінді. Ол жерді бағындыру арқылы өзінің ішкі құлдығын жасырғысы келді. Оның билікке ұмтылысы терең жараланған, ешкімге керексіз қалған баланың өзін қорғау үшін киген сауыты еді. Тор оны тоқтатпақ болып: "Сен бұны қаламайсың" дегенде, Локидің жүзінде бір секундтық күмән мен қасірет байқалады, бірақ ол шегінуге тым кеш екенін білді. Ол жеңілді, кек алушылар оны талқандады. Халық оны еденге ұрып тастады және ол қайтадан кісенделіп Асгардқа қылмыскер ретінде әкелінді. Асгард түрмесінде Локи өзінің ең басты қорғанысы сарказм мен тәкаппарлығын қайта киді. Ол Одинге де, Торға да мысқылмен қарады. Бірақ бұл өмірде оны шын сүйген, оны мұз алып деп емес,
өз ұлым деп қабылдаған жалғыз жан болды. Оның асырап алған анасы Фрига. Локидің Марвел кино әлеміндегі ең үлкен психологиялық сынауы Фриганың өліміне тікелей өзінің кінәлі болуында еді. Ол түрмеде отырып қара эльфтердің құбыжығы курсқа сарайдың жолын көрсетіп жібереді. Ол бұны жай ғана бүлік шығару үшін істеді, бірақ бұл опасыздық оның анасының өліміне алып келді. Тор оның камерасына келгенде Локи алғашында кітап оқып, сәнді отырған иллюзия жасайды. Бірақ Тор жетер дегенде иллюзия жойылып, біз шынайы Локиді көреміз. Шашы ұйысқан, көзі қызарған, анасының өліміне өзін кешіре алмай отырған тірі өлік. Бұл Локидің трансформациясындағы шешуші нүкте. Ол алғаш рет жеке эгосын ұмытып Тормен бірігеді. Ол кек алу үшін өзін құрбан етуге, дәлірек айтқанда құрбан болғандай иллюзия жасауға дайын болды. Сварталхеймде ол Торды құтқару үшін қаза табады. Бірақ Локи әлі толық өзгерген жоқ еді. Ол өзінің өлімін пайдаланып, Одинді тақтан кетіріп, Асгардтың тағына Одиннің бейнесінде отырады. Ол ақыры армандаған тағына жетті, бірақ бұл тақ оған не берді? 4 жыл бойы Локи Асгардты Одиннің сұлбасында басқарды. Ол армандаған билік қолында болды, бірақ назар аударыңызшы, Локи басқаратын Асгард қандай болды? Ол ешқандай жаулап алу соғыстарын жүргізген жоқ, тиран болған жоқ. Ол жай ғана өзі туралы ескерткіштер салып, пьесалар қойып рахатқа батып отырды. Бұл негізгі шындықты дәлелдейді. Локи ешқашан әлемді билегісі келген жауыз болған емес. Ол жай ғана назарда болғысы келген, мақталғысы келген үлкен бала еді. Бірақ жалғандық ұзаққа бармайды. Шынайы Одиннің өлімі және Асгардты жоюға келген Хелланың пайда болуы Локиді тағы бір үлкен таңдау алдына қойды. Ол кім болады? Өтірікші қорқақ па, әлде Асгардтың ханзадасы ма? Тор Рагнарёк фильмі Локидің жауыздықтан қаһармандыққа өтуіндегі ең басты көпір. Сакар ғаламшарына түскенде Локи өзінің ескі әдісіне салып, бірден Грандмастердің сеніміне кіріп, ыңғайлы позицияға ие болды. Ол аман қалудың шебері, ол кез келген хаосты өз пайдасына айналдыра алады. Бірақ осы фильмде Тор оған қарсы ең мықты психологиялық қаруды қолданады. Ол Локиге құлшыныспен қарауды тоқтатады. Тор лифттің ішінде Локиге қарап, мен саған бұрын құрметпен қарайтынмын. Біз бірге соғысамыз, мәңгі біргеміз деп ойладым. Бірақ ақыр соңында сен өзіңнің өтірігіңнен басқа ештеңеге өзгермейсің. Сен әрқашан өтірік құдайы болып қаласың, бірақ сен одан да биік бола алар едің. Бұл сөздер Локидің жүрегіне кез келген найзадан да ауыр тиді. Тор оның өтіріктерінен шашады, оны өзгертуге тырысудан бас тартты. Локидің бүкіл манипуляциялары, бүкіл айласы ағасының назарын аударуға арналған еді. Енді Тор маған бәрібір, сенің жолың бөлек, менікі бөлек дегенде Локи өзінің ішкі бостығымен үңірейіп жалғыз қалды. Ол тағы да Торды сатпақ болып кемесін ұрламақ болады. Бірақ Тор бұл жолы оның айласын алдын ала біліп, оны тоқпен соғатын құрылғымен құлатады. Тор кетіп бара жатып оған, сен өте алғырсың, бірақ ешқашан шынайы күштің не екенін түсінбейсің деп кетеді. Міне осы сәтте Локи өз өмірінде бірінші рет билік үшін емес, адамдар үшін таңдау жасайды. Ол Сакар планетасында қалып, ханша өмір сүре алар еді. Бірақ ол Асгардтың халқын құтқару үшін оралады. Фильмнің соңында ол Одинді қайта тірілте алмаса да, Одиннің Асгард бұл мекен емес, бұл халық деген даналығын толық түсінеді. Ол ағасының жанына келіп, Асгардтың тағына емес, оның қорғаушысы болуға келіседі. Біз Локидің трагедиясының ең биік шыңына келдік. Кек алушылар шексіздік соғыстың алғашқы 5 минуты Марвел кино әлемі тарихындағы ең ауыр эпизодтардың бірі. Локи бұрын Таностың қызметшісі болды. Ол Таностың қаншалықты қатыгез, қаншалықты құдіретті екенін басқалардан жақсы білді. Ол Тессаракты беріп, Таностың қатарына қайта қосылып, өз жанын сақтап қала алар еді. Ол өмірінде 100 рет сатқынды жасаған, 101-ші рет жасау оған түк емес сияқты көрінетін. Бірақ ол не істеді? Танос Торды өлтіремін деп қорқытқанда Локи 1 секундқа да ойланбастан Тессаракты бере салады. Ол ғаламның тағдырынан ағасының өмірін жоғары қойды. Локи Таносқа қадам басып, әрбір сөзін нық мақтанышпен айтады. Мен, Локи, Асгард ханзадасы, Одиннің ұлы, Йотунхеймнің заңды патшасы, өтірік құдайы, саған өзімнің мәңгілік адалдығымды ұсынамын. Бұл сөздерді мұқият тыңдаңызшы. Одиннің ұлы. Бірінші Тор фильмінде ол мен Одиннің ұлы емеспін, мен құбыжықпын деп айқайлап еді. Ал енді ажалдың алдында тұрғанда ол өзінің кім екенін толық қабылдады. Ол Йотунхеймнің қаны бар екенінде, бірақ Асгардтың Одиннің ұлы екенінде мақтанышпен жариялады. Оның қолындағы кішкентай қанжармен Таносқа ұмтылуы ақымақтық емес еді. Локи Таносты жеңе алмайтынын білді, ол өлетінін білді.
Бірақ ол Торға Таныстың алдында Асгардтың құдайлары тізерлемейтінін көрсетіп, ағасына соңғы үміт сыйлау үшін өз өмірін құрбан етті. Оның соңғы сөздері: "Сен ешқашан құдай бола алмайсың." Бұл Танысқа айтылған қарғыс қана емес, бұл Локидің өзінің құдайлық философиясын толық түсінгені еді. Құдай болу билік ету емес, құдай болу сүйген жандарың үшін құрбандыққа бару. Таныс оның мойнын бұрап, денесін Тордың алдына тастайды. Бұл жолы ол қайта тірілмейді. Тікелей мағынада біз білетін 10 жыл бойы Тормен бірге өскен Локи осы жерде мәңгілікке көз жұмды. Оның оқиғасы қаһармандықпен аяқталды, бірақ уақыт пен мультиғаламның заңдары оның оқиғасының осылай бітуіне жол бермеді. Кек алушылар финалда. Кек алушылар өткенге саяхат жасағанда, олар кездейсоқ Локиге Тессаракты ұстап алуға мүмкіндік береді. Бұл Локи біз бағана көрген, анасының өлімін бастан кешірген, Тормен татуласқан, Таныстың алдында құрбан болған Локи емес. Бұл Нью-Йорк шабуылынан енді ғана жеңіліп, ызасы мен тәкаппарлығы басына шапқан 2012 жылғы Локи. Ол әлі де "Менің ұлы мақсатым бар, мені бәріне патша болу үшін жаратқан" деп ойлайды. Бірақ ол телепортация жасаған бойда оны уақытты бақылау басқармасы ұстап алады. Олар үшін Асгардтың құдайы, сиқыр шебері Локи жай ғана уақыт сызығын бұзған қылмыскер. Марвел кино әлеміндегі ең ұлы психологиялық шок. Локи TVA кеңсесіндегі қарапайым қызметкердің тартпасынан бірнеше шексіздік тастарын көреді. Кеңсе қызметкерлері оларды жай ғана қағаз бастырғыш ретінде қолданады екен. Ойлап көріңізші, Локи сол тастар үшін адам өлтірді, сол тастар үшін Нью-Йоркты қиратты, сол тастар үшін өмірін бәске тікті. Ал бұл мекемеде ол тастардың құны көк тиын. Бұл сәтте Локидің тәкаппарлығы, оның "мен құдаймын" деген иллюзиясы тасталған болды. Ол өзінің бүкіл ғаламдағы ең жоғарғы күш еместігін, одан да үлкен, одан да қорқынышты жүйенің бар екенін түсінді. Агент Мобиус Локиді қинаған жоқ, оны ұрған жоқ. Ол Локиге оның шынайы тағдырын, қасиетті уақыт сызығындағы оның қандай жолдан өту керек болғанын видеотаспадан көрсетіп берді. 2012 жылы Локи өзінің болашақтағы қателіктерін, анасының өліміне кінәлі болатынын, Тормен татуласатынын және соңында Таныстың қолынан қалай өлетінін өз көзімен көрді. Ол бірнеше минуттың ішінде 6 жылдық психологиялық трансформацияны бастан кешірді. Мобиус оған ең ащы шындықты айтты: "Сен патша болу үшін туған жоқсың, Локи. Сенің тағдырың басқа адамдардың өздерінің ең мықты нұсқасына айналуына көмектесу үшін. Олардың жолындағы кедергі болу. Сенің азабың басқалардың ұлылығының кепілі." Локи өзінің бүкіл өмірі біреу жазып қойған сценарий ғана екенін түсінді. Оның ұлы мақсаты жалған болып шықты. Бірақ дәл осы күйреу оның нағыз оянуына жол ашты. Егер оның өмірі сценарий болса, онда сол сценарийді кім жазды және неге ол біреудің қуыршағы болуы керек? Осы сұрақтар Локиді өзінің басқа ғаламдағы нұсқасы Сильвимен кездесуге, уақыт сақшыларының құпиясын ашуға және мультиғаламның ең түкпіріндегі соңында қалған адам, яғни Канның алдына алып барады. Локидің бүкіл өмірі өзгелерді алдаумен өтті, бірақ оның ең үлкен өтірігі өзін өзі алдау еді. Ол өзін ешкім сүймейді деп сенді, сондықтан басқаларды өзінен итеріп тастайтын. Осы тұйық шеңберді бұзу үшін Марвел кино әлемі сценаристері ақылды психологиялық қадам жасады. Олар Локиді өзінің басқа ғаламдағы әйел нұсқасымен Сильвимен кездестірді. Көпшілік көрермен Локидің Сильвиге ғашық болуын шектен шыққан нарцизм, өзін өзі сүю деп қабылдады. Бірақ мәселе мүлде басқада еді. Сильви Локидің бойындағы жараланған, бала кезінен TVA одан тартып алған еркіндік пен қарсылықтың бейнесі. Локи Сильвиді сүю арқылы алғаш рет өзінің де сүйіспеншілікке лайықты екенін түсінді. Ол өзін кешіруді үйренді. Бостық өлшемінде Локи өз нұсқаларының қандай аянышты екенін көрді. Олардың бәрі бір-бірін сатып, таққа таласып, ақырында ешкімге керексіз қоқыста қалған. Бірақ классикалық Локи оған ең маңызды шындықты дәлелдеп берді. Локилер тек өтірікші сатқын болуға міндетті емес. Олардың сиқыры иллюзия ғана емес, ол шындықты өзгерте алатын құдірет. Классикалық Локи өзінің бүкіл ғұмырынан қашып жүріп, ақыр соңында достарын құтқару үшін жан берді. Ол ұлы мақсат деген сөздің шынайы мәнін көрсетті. Бұл билікке ұмтылу емес, бұл өзгелер үшін өзіңді құрбан ету. Мультиғаламның ең соңғы нүктесінде Локи мен Сильви бүкіл уақытты басқарып отырған құпия тұлға соңында қалған адаммен бет-бет келеді. Ол оларға Марвел кино әлемі тарихындағы ең үлкен таңдауды ұсынды. Оны өлтіріп, шексіз мультиғаламдық соғысты, Канның мыңдаған қатегіз нұсқаларын шабуылын бастау, немесе оның орнына таққа отырып қасиетті уақыт сызығын бірігіп басқару. Ойлап көріңізші,
2011 жылғы Тор немесе 2012 жылғы Кек алушылар фильміндегі Локи бұл ұсынысты еш ойланбастан қабылдайтын еді. Оған бүкіл ғаламның абсолютті билігі ұсынылды. Бірақ Локи не істеді? Ол тақтан бас тартты. Локи Сильвидің қолынан ұстап көзіне қарап, мен таққа отырғым келмейді. Мен сені жоғалтқым келмейді. Маған билік керек емес. Локи алғаш рет билік пен тәртіптен гөрі адам өмірі мен махаббатты жоғары қойды. Ол соңында қалған адамды өлтіру бүкіл ғаламға апат әкелетінін түсінді. Бірақ кекке соқыр болған Сильви оны тыңдамады. Ол Локиді портал арқылы басқа уақытқа теуіп жіберіп, соңында қалған адамның жүрегіне қанжар сұғады. Уақыт сызығы жарылды. Мультиғалам есігі айқара ашылды. Локи қайтадан бәрінен айырылып жалғыз қалды. Бірақ бұл жолы ол ызалы бала емес, бүкіл ғаламның апатын алдын ала көрген жалғыз қорғаушы еді. Екінші маусымда Локидің бойынан біз бұрын сонды көрмеген қасиет, шексіз табандылық пен ғылымға деген құлшыныс оянды. Уақыт тоқымасы шексіз жарылған ғаламдардың энергиясын көтере алмай жарылу алдында тұрды. Егер ол жарылса, бүкіл мультиғалам және ондағы триллиондаған тірі жан жойылатын еді. Локи бұны тоқтату үшін уақыттан сырғу күшін өз бақылауына алды. Ол Ураборуспен бірге кванттық физиканы, инженерлік механиканы және уақыт заңдылықтарын меңгеру үшін ғасырлар бойы бір ғана сәтті қайта-қайта сүріп шықты. Стивен Стрэндж Дармаму мен уақыт тұзағында қанша азап тартса, Локиді достарын аман алып қалу үшін дәл сондай ғасырлық психологиялық азаптан өтті. Ол мыңдаған рет сәтсіздікке ұшырады. Ол Мобиустың, Сильвидің және бүкіл әлемнің көз алдында шашырап жойылғанын 100 рет көрді. Ақыр соңында ол ең ащы шындықты түсінді. Уақыт тоқымасын жөндеу мүмкін емес. Соңында қалған адам оны әу баста тек бір ғана қасиетті уақыт сызығын қалдырып, қалған еркін ғаламдарды жойып отыратын құрал ретінде жасаған. Егер Локи тоқыманы сақтап қалса, ол Сильвиді және триллиондаған еркін адамдарды өлтіруге мәжбүр. Егер тоқыманы жарса, бәрі жойылады. Бұл шешімі жоқ математикалық парадокс еді. Бірақ Локи ережемен ойнайтын адам емес, ол Құдай екенін есіне алды. Локи сериалының финалы бүкіл Марвел кино әлеміндегі ең ұлы психологиялық шың болатын. Локи скафандрды шешіп, таза уақыт радиациясының астына шықты. Радиация оның тәнін қарып жатты, бірақ ол мойымады. Ол уақыт тоқымасын өз қолымен құртып, өліп бара жатқан қараңғыланған уақыт сызықтарын, ғаламдарды жалаң қолымен ұстап алды. Ол өлі талшықтарды өзінің жасыл сиқырымен тірілтіп, оларды соңынан сүйреп, заман ақырындағы құлаған сарайға қарай жүрді. Ол соңында қалған адамның бос тұрған орындығына барып отырды. Ол қолындағы шексіз уақыт сызықтарын бір-бірімен өріп, скандинав мифологиясындағы алып Игдрасил әлем ағашын құрды. Осылайша Асгардтың өтірікші ханзадасы ресми түрде уақыт құдайына айналды. Бірақ бұл тақтың құны қандай болды? Ол өзінің бүкіл өмірінде іздеген нәрсесін, тақты, құдіретті және ұлы мақсатты алды. Бірақ ол бұл тақтан ешқашан тұра алмайды. Ол өзінің ең сүйікті адамдарын, Сильвиді, Мобиусты, Торды енді ешқашан көре алмайды. Ол оларға еркін өмір сүру мүмкіндігін сыйлау үшін өзін мәңгілік жалғыздық пен шексіз уақытты бақылау міндетіне тірелей қамады. Бұл Локидің жеке оқиғасының аяқталуы еді, бірақ бұл оның мультиғаламдық соғыстардағы рөлінің басы ғана. Локи сериалының финалында біз Локидің мультиғаламды құтқарып, оны Игдрасил әлем ағашы ретінде сақтап қалғанын көрдік. Бірақ көпшілік көрермен бір қарапайым заңдылықты ұмытып кетеді. Кім уақыт ағашын бақыласа, сол бүкіл шындықты бақылайды. Алдағы Кек алушылар Доктор Дум фильмінде Виктор фон Дум сахнаға жай ғана жерді жаулап алушы ретінде шықпайды. Инкурсиялар салдарынан ғаламдар бір-бірімен соқтығысып, мультиғалам жаппай қырылу алдында тұрғанда, Дум оны сақтап қалудың прагматикалық жолын таңдайды. Бәрі жойылғанша, әртүрлі ғаламдардың сынықтарын жинап, өзім басқаратын жалғыз жауынгерлер әлемін құрайын. Бірақ Виктор фон Дум мультиғаламның сынықтарын біріктіру үшін ең алдымен не істеуі керек? Ол уақыт ағашының жүрегіне, яғни Локи отырған таққа шабуыл жасауы тиіс. Дум мен Локидің қақтығысы бұл жағана күш сынасу емес, бұл екі ұлы идеологияның соғысы. Виктор фон Дум: еркіндік бұл хаос. Мен әлемді сақтап қалу үшін оны абсолютті бақылауыма алуым керек. Локи оқиғалар құдайы: мен бұл таққа адамдардың еркіндігін тартып алу үшін емес, оларға өмір сүруге мүмкіндік беру үшін отырдым. Думның құдіреті қанша жерде мықты болса да, ол Локиді жай ғана өлтіре алмайды. Өйткені Локи қазіргі таңда мультиғаламның физикалық тірегі. Сол себепті сенімді инсайттардың пікірінше, Дум Локидің уақыт ағашының қуатын тартып алып, немесе оны тұтқындап, өзінің құдай императорлық билігін орнатады.
Бірақ Локи бұған дайын отырған жоқ па? Енді біз Marvel кино әлемі фанаттарының арасында ең көп талқыланып жүрген логикалық тұрғыдан ең негізделген теорияға келдік. Локи құпия соғыстарда Ник Фьюридің мультиғаламдық нұсқасы ретінде әрекет етеді. Ойлап көріңізші, 2012 жылы Локи жерге шабуыл жасағанда, ол кек алушылардың алғаш рет бірігуіне себепкер болған басты жау еді. Енді тағдырдың ирониясымен кек алушылар құпия соғыстарда да ол мультиғаламдық кек алушыларды Виктор фон Думға қарсы біріктіретін басты қамқоршыға айналады. Локи уақыт сызықтарына нәзік мистикалық белгілер жіберу арқылы әр ғаламның ең мықты қаһармандарын бір нүктеге бағыттайды. Ол өрмекші адамдарды, X адамдарды және кек алушыларды алдағы апатты ескертіп, бір майданға жинайды. Ол Думның жауынгерлер әлеміндегі әлсіз тұстарын қаһармандарға сездіреді. Локи бұрын адамдарды бір-біріне айдап сап, айласын асыратын манипулятор болса, енді ол өзінің шеберлігін әлемді құтқару сценарийін құруға жұмсайды. Ол шахмат тақтасындағы фигура емес, ол тақтаның өзін ұстап отырған ойыншы. Marvel кино әлеміндегі ең үлкен эмоционалды қарыз Тор мен Локидің қайта қауышуы. Тор әлі күнге дейін інісін Таныстың қолынан қайтыс болды деп ойлайды. Ол Локидің қылмыскерден қаһарманнан құдайға айналғанын білмейді. Алдағы кек алушылардың шарықтау шегінде Думның әлемі күйреп, қаһармандар бір-бірімен кездескен сәтте, Marvel кино әлемі бізге сол тарихи кездесуді сыйлауы тиіс. Біз Тордың уақыт ағашының жүрегіне барып, өз інісін кездестіретін сәтін көруіміз керек. Тор тақта отырған Локиге қарап таңғалыспен: "Локи, сен тірі екенсің ғой." Ал Локи жылы жымиып көзіне жас алып: "Мен саған айттым ғой аға, күн бізге тағы да жарық шашады" деп. Бұл кездесуде Тор інісіне енді адасқан өтірікші ретінде қарамайды. Ол Локидің өзінен де, Одиннен де асып түскенін, нағыз жоғарғы құдайға айналғанын көреді. Бірақ бұл қауышу ұзаққа созылмауы мүмкін. Мультиғаламды қайта бастау үшін Локи өзінің тағымен бірге жаңа біртұтас ғаламның іргетасына айналып мәңгілікке құрбан болуы ықтимал. Локидің оқиғасы Marvel кино әлеміндегі ең жетілген, ең терең трагедиялық шедевр. Ол алғашында өзінің кім екенінен қашты, бірақ соңында барлық нұсқалары мен қателіктерін қабылдады. Ол билік пен тәжді өзімшілдік үшін іздеді, бірақ ең ұлы тәжді өзгелердің еркіндігі үшін киді. Ол жалғыздықтан қорыққаннан адамдарды бағындырғысы келді, бірақ адамдарды құтқару үшін мәңгілік жалғыздық таңдады. Егер Тони Старк бір ғаламды сақтап қалу үшін өз өмірін қиған болса, Локи шексіз мультиғаламды сақтап қалу үшін өзінің мәңгілік өмірін құрбан етті. Ол енді өтірік құдай емес, ол уақыт құдайы. Ол біз көріп отырған бүкіл Marvel тарихының жүрегін соқтырып тұрған жалғыз тірек. Және құпия соғыстарда ол өзінің соңғы, ең ұлы мақсатын орындайтыны сөзсіз.